Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар? Сіздердің назарларыңызға барлық мамандықтарға арналған физика 1 курсы. Бүгін бізде 4-ші модульдің соңғы дәрісі, дәрістің тақырыбы тербелістер мен толқындар. Дайындаған Алдабергеннің Карьер Болатқызы, физика магистрі, физика кафедрасының аға оқытушысы. Дәрістің жоспары бойынша тақырыптарды біз қарастырдық. Бүгін бізде көлемді дәріс болады, яғни бірнеше тарауды қарастыратын боламыз. Бірнеше терминдерді. Толқын ұзындығы деп, бірдей фазада тербелген ең жақын бөлшектердің арақашықтығын айтады. Лямбда тең ВТ тең В бөлінген ню. Ортадағы толқынның өлшеу кезінде кси тең А экспоненті бета косинус омега, жақша ішінде омега т минус kx. Мұнда b өлшеу коэффициенті. Толқын векторы бағыты жүргізуші толқынның фазалық фронтына перпендикуляр, абсолюттік мәні толқын санына тең вектор. К вектор тең 2π бөлінген лямбда көбейту n вектор. Толқын саны, толқын ұзындығының саны 2π метр ұзындыққа сыйымды, яғни бұл айналымдық жиіліктің омега кеңістіктік аналогы. К тең 2π бөлінген лямбда тең омега бөлінген В. Тең 2π ню бөлінген В, немесе ол тең 2π бөлінген ВТ. Сфералық толқын теңдеуі, 15-ші суреттен сфералық толқынды көре аламыз. Кси тең А бөлінген R косинус омега, жақша ішінде Т минус R бөлінген В. Кси тең А бөлінген R косинус омега, жақша ішінде Т минус КR. Ортадағы толқынның өлшеу кезінде кси тең А бөлінген R экспоненті, жақша ішінде минус бета Т косинус омега Т минус КR. Фазалық жылдамдық бұл толқындық фазаның таралу жылдамдығы. В тең dx бөлінген dt тең омега бөлінген k тең лямбда В. Дисперсия дегеніміз бұл ортадағы фазалық жылдамдықтың жиілікке тәуелділігі. Топтық жылдамдық дегеніміз жылдамдық пакет центрі, қозғалатын жылдамдық жоғары мәні А нүкте У тең d омега бөлінген dk тең V плюс dv бөлінген dk тең V минус лямбда dv бөлінген d лямбда. Ортаның екі нүктесінің тербеліс фазаларының айырмашылығы дельта фи тең 2π лямбда көбейту дельта x. Толқындық пакет немесе толқын тобы дегеніміз бұл толқын суперпозициясы жиілік бойынша бір-бірімен аз айырмашылығы бар. 16-ші суреттен көре аламыз толқындар тобын. Оның теңдеуі кси тең 2а косинус, жақша ішінде дельта омега бөлінген 2 Т минус К дельта К бөлінген 2х. Жақша сыртында косинус омега т минус kx. Суперпозицияны топтық толқынға жатқызу үшін дельта омега кіші болу керек дельта омега 0-ден. Тұрғын толқын дегеніміз не? Тұрғын толқын дегеніміз бірдей амплитудасы бар, екі қарама-қарсы таралған жазық толқындардың кездесу кезінде туындайтын тербеліс процесі. Тұрғын толқын теңдеуі кси тең 2а косинус, жақша ішінде 2π лямбда x косинус омега т. Кси тең 2а косинус kx косинус омега т. Тұрғын толқындардың шоғырының координаттары x тең плюс минус n лямбда бөлінген 2-ге тең. Тұрғын толқындардың түйіндерінің координаттары x тең плюс минус жақша ішінде n минус 2-ден 1, жақша сыртында лямбда бөлінген 2. Серпімді ортадағы бойлық толқындардың фазалық жылдамдығы V тең түбір астында E бөлінген P немесе V тең түбір астында G бөлінген P-ға тең.
Дыбыс қысымының амплитудасы P0 тең 2π PV омега-ға тең. Дыбыс өрісі энергиясының орташа көлемдік тығыздығы W тең 2/1 P Пси0 квадрат тең 2/1 P0 квадрат бөлінген 2 PV квадрат тең P омега квадрат А квадрат. В көлем ішіндегі жасалған дыбыс өрісінің энергиясы W тең омега V. Дыбыс ағынның энергиясының ағыны уақыт бірлігінде берілген бет арқылы кез келген толқынмен тасымалданатын энергия мөлшері Фи тең W бөлінген Т. Дыбыс қарқындылығы толқынның таралу бағытында перпендикуляр орналасқан беттің бірлік ауданы арқылы бірлік уақытта дыбыс толқыны тасымалданатын уақыт бойынша орташа энергия И тең Фи бөлінген С тең W. Дыбыс қуаты мен қарқындылық байланысы И тең N бөлінген 4πr квадрат. Доплер эффектісі бұл қабылдағыш тіркейтін толқындардың жиілігінің өзгеруі, ол осы толқындар мен қабылдағыш көзінің қозғалысы салдарынан болады. Акустикада V тең V плюс минус VNV бөлінген V вектор плюс V, V0. Вакуумдағы электромагниттік толқындар үшін V тең V0 түбір астында 1 минус V квадрат С квадрат бөлінген 1 плюс жақша ішінде V бөлінген S косинус тетта. Доплердің бойлық оптикалық эффектісі V тең V0 түбір астында 1 плюс минус V бөлінген С бөлінген 1 плюс минус V бөлінген С. Көлденең оптикалық эффектісі V тең V0 түбір астында 1 минус V бөлінген С квадрат. Мұндағы V0 тоқ көзінің тербелісінің жиілігі, V ортадағы тербелістің фазалық жылдамдығы. Осымен бүгінгі дәрісіміз соңына жетті. Бұл дәрісті даярлау барысында қолданылған әдебиеттер ұсынылды, және осы әдебиеттерді сіздер кітапханадан аласыздар, немесе интернет желісінде ашық түрде жарияланған, сол жақтан жүктеп алып дайындала аласыздар. Және соңында студенттік өздік жұмысына арналған бақылау тапсырмалары бар. Осы бақылау тапсырмаларына жауап беру арқылы сіздер толық курсты меңгеруге дайын боласыздар, және алдағы емтихан сабақтарына дайын боласыздар. Сонымен қатар тест тапсырмалары жүктелген. Тест тапсырмаларына жауап беру арқылы да сіздер алған білімдеріңізді шыңдайсыздар, және зертханалық жұмыстар тағы берілген. Зертханалық жұмыстардың жасалу жолдары барлығы видео ссылкаларда бейнеленген. Сол арқылы сіздер қателіктерді анықтау арқылы осы курсты тамамдайсыздар. Курсты тыңдап назар қойғандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше біз әрі қарай тұрақты тоқ термодинамика тақырыптарын қарастыратын боламыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.